Сәлем достар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның тыныс алу мүшелері, өкпе жұмысының көрсеткіштері және тыныс алу жолдарының аурулары туралы қарастыратын боламыз. Тыныс алу дегеніміз ол қоршаған орта мен ағза арасындағы газ алмасу. Тыныс алудың басты мүшесі өкпе. Дегенмен де өкпеге дейінде ауа өтетін жолдар болу керек. Олай болса балалар, біз сіздермен бірінші ауа өтетін жолдармен танысамыз. Осының реттілігін біліп алған әрқайсымызға дұрыс, және де ол ұбт-да белгілі бір реттілікпен сұралады да. Ең бірінші ауа өтетін жолға бізде не жатады? Міне мына жерде тұрған барлығы ең бірінші мұрын қуысы жатады. Бір. Мұрын қуысы. Енді мұрын қуысының қызметі қандай? Тыныс алу кезінде қандай роль атқарады, соған тоқталайық. Жалпы мұрын қуысында сілемейлі қабықша төселген, сонымен қатар сезімтал бездер бар кәдімгідей, иіс сезу рецепторлары, сонымен қатар түктер бар, осылардың қызметіне тоқталайық. Ең бірінші мұрын қуысын толығымен оқушылар капиллярлар торлап жатыр. Капилляр. Майда ұсақ капиллярлар болады. Кейде ол жарылып кетеді, күн ыстығында мысалға, немесе қатты сүңгірген жағдайда. Енді капиллярлар ол ауаны жылыту қызметін атқарады. Ауаны жылыту қызметін атқарады. Жылыту. Одан кейін мұрын қуысында оқушылар лейкоциттер бар. Лейкоциттер, ол лейкоциттер бізде бактерияны жоюға қатысады. Бактерияны жояды. Сонымен қатар түктер бар. Мұрын қуысында түктер, олар шаң тозаңды ұстап қалады. Енді қараңыздар, осы капиллярлар, лейкоциттер және түктер бұл ауыз қуысында болмағандықтан да бізде ауыз қуысында тыныс алу тиімсіз болып табылады. Біз ауыз қуысы арқылы тыныс ала аламыз, әрине, мысалға мұрын сынған жағдайда, әртүрлі жұқпалы аурулармен, мысалға тұмаумен ауырып қалғанда, немесе гайморит болған жағдайда ауызбен тыныс алуға болады, бірақ ауыз қуысы арқылы тыныс алу тиімсіз. Өйткені біз ауыз қуысымен тыныс алған кезде ол жақта капиллярлар болмағандықтан да бірден суық ауа өкпеге өтіп кетеді, біздің өкпені қабындырып алу ықтималдығымыз өте жоғары. Және де ауыз қуысында бактерияны жоятын ондай лейкоциттердің болмауына байланысты біз әртүрлі ОРВИ, немесе тағы қандай ларингит, фарингит деген сияқты аурулармен ауырып қалуымыз мүмкін. Енді сонда мұрын қуысының қызметі дейтін болса, ауаны жылтады, бактериялардан жояды, ауадағы бактериялар жояды. Сонымен қатар шаң тозаңды ұстап қалатын майда түктеріміз бар мұрын қуысында, және де иіс сезу рецепторлары осы мұрын қуысында орналасқан екен. Енді біз мұрын мен ауыз қуысының біріккен жерін аңқа деп айтамыз, немесе ауыз бен мұрынның біріккен жері, немесе ауыз мұрынның қосылған жері деп айтуымызға болады оқушылар оны. Мұрын қуысынан кейінгі келесі жер бізде міне мына жер оқушылар, қарайық. Міне, мына аралық деп айтайық, міне. Осы аралық келесі бізде екінші мұрын қуысынан кейін ол жұтқыншақ деп аталады. Жұтқыншақ. Ауа мұрын қуысынан арғарай келесі өтетін жері ол жұтқыншақ. Жұтқыншақтың екі қызметі бар, өзі аты айтып тұр. Жұтқыншақ, демек ол жұтады. Нені жұтады? Екі нәрсені жұтуы мүмкін, қараңыздар. Жұтқыншақ әрі ас қорыту мүшесі, әрі тыныс алу мүшесі. Тыныс алу мүшесі. Неге тыныс алу мүшесі деп айтамыз? Өйткені қараңыздар, ауаның өтетін жолы ретінде қараңыз, мұрын қуысы арқылы ауа келді да, міне жұтқыншаққа келіп барып, кейінгі мүше, яғни көмекейге қарай өту керек міне. Ал егерде қорек келетін болса, онда қараңыздар, ауыз қуысы арқылы қорек келіп, жұтқыншақ арқылы өтіп, арғарай келесі бізде көмекейдің арт жағында орналасқан неге қарай барады екен? Өңешке қарай барады екен. Ал өңеш бізде, ол білесіздер өздеріңіз, ас қорыту мүшесі. Сондықтан да оқушылар біз жұтқыншақты әрі ас қорыту, әрі тыныс алу мүшесі деп атайтындығымыз сондықтан. Жұтқыншақ ол
шеміршекті, іші қуыс, түтік пішінді мүше. Жалпы осы шеміршекті, іші қуыс, түтік пішінді мүше деген сөзді оқушылар біз біраз мүшеге қатысты айтуымызға болады. Мысалға, ол көмекей де сондай, кеңірдек те сондай, өңеш те сондай, жұтқыншақ та сондай. Іші қуыс, түтік пішінді, шеміршекті мүше. Алайда осы сөзге әрі ас қорыту, әрі тыныс алу мүшесі деген сөзді қосатын болсақ, онда ол тек қана жұтқыншақ болады оқушылар. Ары қарай кеттік. Келесі, жұтқыншақтан кейін ауа бізде өтетін жер, ол міне мына орталық, міне осы жер. Ол бізде оқушылар, қараңыздар, ол бізде не деп аталады екен? Үшінші, ол көмей деп аталады. Көмей. Немесе кейбір әдебиеттерде оны көмекей деп айтып жатады, көмекей. Көмекейді, бірақ сіздердің 7-ші сыныптың кітабында көмекейді ол шеміршек ретінде берген, көмейдегі шеміршек деп берген. Енді оқушылар, көмейде ол да қарап отырсаңыздар, міне іші қуыс, түтік пішінді шеміршекті мүше. Көмейдің бар болған ұзындығы міне кішкентай, осындай ғана болады. Әйел адамдарда осындай міне 3 сантиметр бар болғаны, ер адамдарда міне осындай ғана болады. Қараңыздар, 4,5 сантиметрдей. Көмейдің ұзындығы онша көп ұзын болмайды. Енді көмекейдің басты қызметі ауаны өткізумен қатар ол дыбыс шығаруға қатысады. Дыбыс шығару. Өйткені көмекейде дыбыс сіңірлері орналасқан оқушылар. 2 дыбыс сіңірі бар. Сол дыбыс сіңірлері орналасқан. Дыбыс сіңірлерінің арасындағы кеңістікті біз дыбыс саңылауы деп айтамыз. Оқушылар, дыбыс сіңірлері ер адамдар мен әйел адамдарда ұзындығы әртүрлі болады. Сол дыбыс сіңірлерінің жаңағы қозғалу арқылы, дыбыс саңылауларының ашылып жабылу арқылы бізде әртүрлі дыбыстар шығады оқушылар. Сіздер білесіздер ғой, халық арасында күміс көмей әнші, көмейі бүлкілдеген әнші дегенді естіген боларсыздар. Олай болса, сонда көмейдің қызметі ауаны өткізумен қатар дыбысты шығаруға да қатысады екен. Көмекейдегі ең ірі шеміршекті біз оқушылар қалқанша шеміршегі деп атаймыз. Ары қарай кеттік. Енді көмекейдің мына жерін қараңыздаршы. Міне қазір мен оны көк түспен көрсетіп қояйын. Міне мына жерді қараңыздар, міне. Көмекейдің үстінде көмекей қақпағы деген болады. Көмей қақпағы немесе көмекей қақпағы. Көмей ол гортань болатын болса, көмекей қақпағы надгортанник. Енді қараңыздар, сіздерден бұрында ата-аналарыңыз кішкентай кездеріңізде тамақ ішіп отқан кезде айтады, тамақ ішіп отырып сөйлеме балам, тамақ ішіп отырып сөйлеме қызым деген сияқты осындай нәрсені естіген болатынсыздар. Неге десеңіз, қақалып қалуға болады. Өйткені қараңыздар, міне тамақ келген уақытта, міне тамақтың келуін қараңыздар, міне ол жұтқыншаққа келіп, ары қарай өңешке өтіп кету керек қой. Ал тамақ жеп отқан кезде мына көмекей қақпағы былай негізі жабық тұрады былай. Ал сіз сөйлеп қалған кезде мына көмекей қақпағы ашылып кетеді да, қорек мына жақтағы көмекейге, ары қарай кеңірдекке, бронхларға, сөйтіп өкпеге де түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан да адамның шашалатындығы, қақалатындығы сондықтан екен балалар. Ары қарай кеттік. Келесі көмекейден кейінгі орналасқан ауа өтетін жол бізде не деп аталады? Міне мына аралық, міне осы аралық, ол бізде кеңірдек деп аталады. Демек ол 4-ші, кеңірдек. Сіздер қойдың кеңірдегін көрген шығарсыздар оқушылар, қой сойған кезде бақылап ата-аналарыңыздың қасында жүрген болсаңыз, онда кеңірдек дегенді көрдіңіз. Кеңірдекті ұстап алып бүйтіп қысып майыстырып жіберу мүмкін емес. Себебі кеңірдекте оқушылар ол іші қуыс, түтік пішінді, шеміршекті болғанымен де, ол сөзді біз жаңа айттық, көмейге де қатысты айта аламыз, жұтқыншаққа да қатысты айта аламыз, және өңешке де қатысты айта аламыз. Бірақ қараңыздар, мен сызып жатырмын. Кеңірдекте міне мынандай, міне өстіп қалған жартылай сақиналы осындай шеміршектер болады. Жартылай сақиналы шеміршектер. Неге жартылай сақиналы шеміршектер десеңіз, ол жұтқыншақпен, көмеймен салыстырғанда кішкене ұзындау болады. Қараңыздар, міне ұзындау, және де ауаның кең өтіп, ана кеңірдектің қабырғасының бір-бірімен жабысып қалмауы үшін осындай жартылай сақиналы шеміршек болады екен.
сақиналы шеміршек. Оқушылар, басқа өңеште де, көмейде де, тіпті жұтқыншақта да ондай жартылай сақиналы шеміршектер болмайды. Енді кеңірдектің жалғасы деген сұрақ болады. ұбт-да ол кәдімгі классикалық сұрақ ретінде қалмайды. Кеңірдектің жалғасы, міне қараңыздар, шамамен 3-4 міне арқа омыртқалардың тұсына келген кезде міне кеңірдек екіге тармақталып жатыр. Міне мыналар, екіге тармақталады. Сол екіге тармақталатын ауа өтетін жолды біз 5-ші, бұны біз бронхы деп айтамыз. Бронхы ол олай болса не деп айттық, кеңірдектің жалғасы. Бронхылар. Былайша айтқан кезде кішкене жіңішкелеу болады. Көріп тұрсыздар, бронхылар. Енді осы бронхыларға егер суық тиіп қабынатын болса, онда бронхит деген ауру пайда болады. Оны кейіннен тыныс алу жүйесінің ауруларын өткен кезде толығымен қарастыратын боламыз, балалар. Бронхы ол өкпеге барып, қараңыздаршы, міне тармақталып тұр. Көріп тұрсыз ғой, белгілі бір ағаш іспеттес. Сондықтан да бронхы ағашын түзеді деген сұрақ болады. Бронхы ағашын түзеді дейтін болса, бронхының қазақша баламасы, оқушылар, біз ауа тамыр деп айтамыз. Ауа тамыры. Бронхиалды ағаш түзеді, ауа тамырлары деп жауап бересіздер. Ауа тамыры мен бронхы екеуі бір сөз. Әрі қарай кеттік. Енді бронхының жалғасы бар. Енді оны көп кітапта сұрай бермейді. ұбт-да, бірақ енді бронхы бұл кішкентай бронхиола деп айтамыз. Бұларды бұл кішкентай бронхылар деген сияқты, дейбі, осылай естеріңізге сақтап барып өкпенің барлығына келіп тармақталып тұр. Көріп тұрсыз, бронхының жалғасы міне мынау, оны біз не деп айтады екенбіз? 6-шы бронхиола деп айтамыз, оқушылар. Бронхиола. Так, көрдіңіздер, сонда осы біз айтып отқан мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхы және бронхиолалар, олар ауа өтетін жолдар, ауа тасымалдау жолдар деп аталады, оқушылар. Ал енді қазір біз сіздермен кәдімгі нақты газ алмасу жүретін мүше өкпе туралы қарастыратын боламыз. Енді тыңдаңыздар, қазір мен мынаны жазып алған болсаңыздар, сіздерден мынау экрандарыңыздағы ақпараттарды алып тастаймын. Өкпе туралы толық ақпарат беру керекпін. Енді қараңыз. Міне мұнда өкпе тұр, көріп тұрсыздар, міне. Өкпе қайда орналасқан? Көріп тұрсаңыздар, бізде адамда 4 қуыс болады. Мына бас жақтағы міне ми сауыты қуысы болады. Одан кейін міне мына жердің барлығын алып жататын көкірек қуысы болады. Көкірек қуысының төменгі жағында былай қарай орналасқан бізде құрсақ қуысы болады. Және құрсақ қуысынан қуысы, көкірек қуысы, мынау ми сауыты қуысы, және де 4-ші қуыс ол бізде не деп аталады екен? Ол жамбас қуысы деп аталады. Ал өкпе ол бізде неде орналасқан? Көкірек қуысында қабырғаларға жанаса орналасқан жұп мүше, оқушылар. Жұп мүше, өкпе. Қабырғаларға жанаса орналасқан. Енді қараңыз, оң жақ өкпе және сол жақ өкпеден тұрады. Енді биологияда постоянно мен сіздерге айтамын, сіздерге қарап тұрған адам. Сондықтан да сіздерге қарап тұрған кезде оның әр қашан керісінше орналасады. Мына жағы не болады бізде? Оң жақ болады. Оң жақ. Ал мына жағы қандай жақ болады? Сол жақ болады. Сол жақ. Енді санайық. Оң жақ және сол жақ өкпе бөліктерінің саны. Міне қараңыздар, міне 1 бөлік, 2 бөлік, және мынау 3-ші бөлік. Сонда оң жақ өкпе 3 бөліктен тұрады екен. Ал сол жақ өкпе міне қараңыздар мына сызықты 1, 2. Сол жақ өкпе 2 бөліктен тұрады. Сосын салыстыратын болсаңыздар, сол жақ өкпе көлемі жағынан оң жақ өкпеден қарағанда сәл кішірек. Неге кіші десеңіздер, ол сол жақ өкпеге қарай, міне қараңыздар, біздің жүрегіміз орналасқан, міне қараңыздар. Жүрек сол жақ өкпеге қарай ойысып орналасқандықтан да өкпе қақпасы, мына жерде айтамыз, өкпе қақпасы деп, осы жерде орналасқан. Сондықтан жүрек, біздің жүрегіміз қайда десе, сіздер білесіздер ғой, сол жақтарыңызды көрсетесіздер. Сондықтан да біздегі сол жақ өкпе сәл кішірек болатындығы сондықтан. Енді ары қарай кеттік. Өкпенің сыртқы қабығын міне
біз не деп айтамыз? Плевра деп айтамыз. Өйткені өкпенің ортасында жүрек орналасқан. Жүректе үнемі қозғалыста болады. Өкпеде тыныс алып тыныс шығарған сайын ұлғайып, кішірейіп тұрады. Соған байланысты екеуінің арасындағы үйкелісті азайту үшін жүректің сыртында жүрек қап болады, перикард, ал өкпенің сыртында өкпе қап, плевра болады. Ұмытпаңыздар. Ары қарай кеттік. Өкпенің түсі, қараңыздар, өкпенің түсі қызғылттау болады, немесе кітапта алқызыл деп беруі мүмкін. Өкпенің несі, консистенциясы деп айтамыз, олар не деп айтамыз? Шымыр мүше, және де ол борпылдақ болып келеді. Сіздер мысалға қуырдақ қуырған кезде байқайсыздар ғой, кілең осындай бүйрек, өкпе, бауыр, көк бауыр, ішек деген нәрселерді қосады ғой, мүшелерді, қойдың. И сол кезде өкпені жеп жатсаңыздар, өкпе мынандай рыхлый болады, борпылдақ, шымыр, немесе кеуекті деп айтамыз. Кеуекті жұп мүше, кәдімгі губка сияқты, оны басатын болсаңыз қайтып көтеріледі. Енді өкпенің басты қызметі газ алмасу, оқушылар. Газ алмасу. Бағанағы ауа өтетін жолдар, біз айттық қой, мұрын қуысы, жұтқыншақ көмекей, кеңірдек, бронхлар деп. Олардың ешқайсында газ алмасу жүрмейді. Газ алмасу жүретін басты мүше ол өкпе. Енді қарайық. Бағана біз сіздерге айттық, міне. Ауа келеді, өкпеге бронхлар арқылы, міне енді кеңірдектің жалғасы бронхлар арқылы ауа келеді, бүйтіп бронхиолаға тармақталады, сөйтеді, бронхиоланың ұшы келеді, міне дөңгеленіп біткен, мынандай қараңыздар, іші ауаға толы өкпе көпіршіктері нелерге айналады екен? Альвеолаларға айналады екен. Альвеоланың саны 700 миллионға жуық, оқушылар, өте көп, қабырғасы да соншалықты жұқа болады. Іші ауаға толы өкпе көпіршіктері. Ауаға толы өкпе көпіршіктері. Енді альвеоланың сыртына назар аударайық. Мынау былай жалпы көріп отырғанымыз, ал енді оны микроскоппен қарайтын болсақ, онда біз мынандай көріністі аламыз. Қараңыз, сыртын не торлап жатыр? ОБТ-да осы сұрақ бар. Сыртын тұтас капилляр торлаған мүше. Және де осы капиллярларда, яғни альвеолалардағы капиллярларда, оқушылар, газ алмасу процесс жүреді. Сонда былайша айтқан кезде, оқушылар, бізде қан тарату жүйесі мен тыныс алу жүйесі бір-бірімен тығыз байланысты екен. Сондықтан да соңғы кезде ғалымдардың көпшілігі қан тарату жүйесімен, осы сұрақ ОБТ-да болады биыл. Қан тарату жүйесімен плюс тыныс алу жүйесін екеуін біріктіріп кардиореспираторлық жүйе деп айтамыз, оқушылар. Кардиореспираторлық жүйе деп айтамыз. Екеуі бір-бірімен тығыз байланысты.